Бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, дауысым естіледі ме? Дауысым естіліп тұр ма? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дауысым естіледі ме? Болды, бәрекелді. Құрметті жақсылар, бүгін тікелей эфир аяқ астынан болып қалды. Бір 3-4 маңызды деген тақырып дайындап едім. Сонымен бөліскім келіп отыр. Рұқсат болса, мен мынау комментарийді өшіре қояйын. Бисмилля. Комментарийді өшіретін себебім, құрметті жақсылар, эфирімізді үзіліп қалмасын. Тағы да мынау біздің интернеттің нашарлығы, сонымыз реттеліп қалсын деп жатырмын. Бірнеше нүкте қозғағым келіп отыр. Құрметті жақсылар, қазір сұрақ-жауапқа орын берем. Бірақ сұрақ-жауаптан бұрын бір 3-4 маңызды нүктелерді айтып кеткім келеді. Бірінші нәрсе, құрметті жақсылар, жақында біз реклама беріп жатырмыз. Өте жақын арада, сол 28-ші, 29-ші, 30-ші осы мамыр күндері тікелей эфирден семинар өткіземін. Арнайы парақшада. Ол әлбетте ақылы болады. Ол діни емес тақырып қозғалады. Тақырыбымыз стресс проблема емес деген айдарменен жүреді. 3 күн. Ол жерде біздің қамтитын нүктелеріміз айтып та кетіп жатырмыз. Дегенменен тоқталып өтем деген арнайы рекламаларымыз болады. Сол нем туралы, семинарым туралы тағы да бір айтып кеткім келеді. Құрметті жақсылар, ол ақылы. Оны ақылы болған адамды кейбір адамдар түсінбей жатыр. Нақты айтатыным, бұл ешқандай дін шақыруға емес. Біз ол жерде ұлт, дін, жыныс таңдамаймыз. Ортадағы үлкен маңызды тақырыбымыз стресс туралы қозғап өтеміз. Стресстің түрлері, оның депрессиямен, апатиямен айырмашылығы, оны алып келетін өте ауыртпашылық жайттары, одан құтылу жолдары, осыларды 3 күн бойы талдаймыз. 3 күн бар жоқ 1 сағаттан өте қызықты өтеді деген ойдамын. Тақырып өте ауыр, өте ауқымды, бірақ соны барынша жеңілдетіп, барынша 3 сағатқа сыйдырдық. Алла қаласа, мынау пандемияның зардабы жеңілдесе, мүмкін осы тақырыпты үлкейтіп, офлайн қылып, жеке үлкен қылып, кездесулерде де 1 күн, 2 күндік қылып, үлкен таңнан кешке шейінгі семинарлар өткізу әрекет жасайтын шығармыз. Дегенмен, осы не қозғалады және содан пайда алатынымыз туралы мен сіздерге бір мысал айтып кеткім келеді. Мысал айтайық. Семинарда стресс туралы өтеміз. Стресс дегеніміз не? Ол біріншіден сезім мүше. Сезім ол. Эмоцияның бір түрі стресс деп аталады. Немесе стресс дегенімізді басқаша түсіндірсек, бұл адамның қарсы жауап беруші реакциясы. Бір іске адамның қарсы беретін іс-қимылы. Оны организмдегі әртүрлі гормондар себеп болады. Сол гормондарды қалай реттейміз? Және себебін қалай түсінеміз? Егер ол стресс тоқтамай жатса, соның себебін қалай тауып аламыз? Және сондай бір қызық нүкте, сол стресстен шығатын құралдардың қай жері жұмыс істейді? Ол қалай жұмыс істейді? Соны түсініп алсақ екен дегім келеді. Оның жанында неше түрлі жаттығулар бар. Мынау денедегі жаттығулар. Одан бөлек менталды жаттығулар бар. Оймен, пікірменен келетін жаттығулар. Оның барлығы сізбен бізге инструмент болады. Және сол инструментті жақсы, дұрыс пайдалануды бірге орындап көреміз. Қозғайтын нәрсе. Депрессия туралы айтып кеткім келіп отыр. Құрметті бауырлар, даусым естілмей қалып жатыр ма? Бисмилля. Даусым естіліп тұр ғой,
Бисмилля. Қазір. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Депрессия жайлы мен бір нүкте қылып айтып кеткім келіп отыр. Қараңыздар, осы психотерапияда депрессияны анықтайтын, мұқият тыңдаңыздар, анықтайтын 3 нақты нүкте бар. Осы 3 нүкте арқылы адамның депрессия емес екенін білеміз. Мысалы, классикалық бір 3 нақты белгісі бар. Біріншісі ангидония деп аталады. Яғни, бұл адам өмірдің қызықшылығынан рахат ала алмайды, немесе өмірден қуаныш ала алмай бастайды. Бұл ангидония деп аталады. Депрессияның белгілерінің бірі. Екінші үлкен белгісі депрессияның бұл аденомия деп аталады. Яғни динамиканың аденомиясы. Яғни ешқандай іс қимыл жасағысы келмей бастайды. Біреулер бар ғой, үйге барып жата берем. Еш нәрсе жасағым келмейді. Бұл депрессияның белгісі болуы мүмкін. Үшінші негізгі нүкте бұл адамның ойының, ақыл ойының тежелуі. Заторможенность мышления дейді. Яғни адам ақыл ойлау қабілетінің тежеле бастауы. Бір нәрсе ойлайын десеңіз, басың ауырып кетеді. Дереу шаршап қаласың. Ол өзіңе ауыр болған ой болса мақұл ғой, жоқ, күнделікті қарапайым нәрсені ойлағанның өзі сізге өте ауыр. Және бір нәрсені ойлайтын болсаңыз, сіз соны алып кете алмайсыз, қысыласыз. Сол жерде бір ойды екінші ой жеңіп қоя береді, басқа ой кетеді, түбіне жете алмай қаласыз. Осы 3 үлкен нүкте депрессияны білдіреді. Бұны маман адам шешеді. Одан бөлек тағы 2 кішкентай белгісі бар. Негізі осы 3-еуі шешіледі, оның әрқайсысын маман адам тексеріп, психолог немесе психотерапевт, негізі психолог емес, психотерапевт тексереді бұны. Сол маман адам отырып, әрқайсысының белгілерін анықтайды. Сол белгілер анықтағаннан кейін оған мүмкін дәрі жазып береді. Мүмкін фармацевтикалық бір қандайда бір ем қолданылады. Ал мүмкін бір жаттығулар, мүмкін басқа емдерменен емдей бастайды. Депрессия емделуі қажет ауру. Бұл ауру, біліп алыңыздар. Жоғарыдағы 3 белгі, құрметті жақсылар, сіздің мысалы ойлау қабілетіңіздің төмендеп кетуі, сіздің іс қимылдан айырылып қалуыңыз, кәдімгі еш нәрсе істегіңіз келмей қалуы. Үшіншісі, барлық қуаныштан айырылып қалу. Яғни, сіз қуана алмайсыз. Бір уақытша бір күлейін десең, қуанайын десең, бір өте қиналып тұрасың. Міне осындай жағдай келетін болса, сізде депрессия бар. Ол нәрсені маманға көрсету керек. Маман оны зерттейді, соған қарай дәреже береді, соны емдейді. Ал ортадағы антидепрессанттар, оның барлығын өзіңіз қолданбаңыз. Оны маман адаммен келсесіз, оны дұрыс маман шешу керек. Бисмилля. Түсініп алыңыздар. Осы 3 нүкте сізбен бізге нені береді? Депрессияның бар екендігі, мүмкін екендігі. Ол маманға бару керек. Оны жай психологқа отырып, уағыз тыңдап, немесе бір семинарларға қатысып, немесе бір адаммен отырып шеше алмайсыз. Бұл үлкен дүние. Оны сіз осылайша тастап қойсаңыз, бұл біріншіден іштегі психиканы бұзады, ойлауды, менталдық жағдайды бұзады. Және осы нәрсенің бәрі психосоматика арқылы сіздің денсаулығыңызға әсер ете бастайды. Қол аяғыңыздың ұюы, тырысып қалуы, бауыр бүйректің отыруы, көздің жанарының төмендеуі, құлақ есту қабілетінің төмендеуі, сөйлей бастағанда бір сөзді қайта-қайта айту, бір әріптерге тіл келмеу, асығыс сөйлеу, өте тез сөйлеу, тіпті кекештену, осының барлығы депрессияның әсерінен болып қалады. Құрметті жақсылар, бұны емдеу керек. Тағы бір нүкте. Бұдан да басқа осы нәрселерді біз семинарымызда өтіп кетеміз. Қалай ажыратып аламыз және қай нүктеге көңіл бөлгеніміз абзалырақ болады. Тағы бір нәрсе. Мынау адамға стресс береді осы өмір. Ол стрессіз мүмкін емес нәрсе. Ыстық болса да қиналдыңыз, стресс ол. Салқын болды, стресс.
өзіңізге тар киім кидіңіз, стресс, кең киім кидіңіз, стресс, жуынбадыңыз, қысылдыңыз, стресс, қарныңыз ашты, стресс, ұйқыңыз келді, стресс. Бұның бәрі стресс. Негізі Алла тағала бұның барлығын сізбен бізді өмірде белгі ретінде қолданады. Ауырдыңыз, бір жеріңіз қысылып тұр ма? Стресс ол. Оны ешқашан стрессті өшіріп тастай алмайсыз. Бірақ оны дұрыс пайдалана білу керек. Сол қазіргі кездегі өміріңізге бақтап келетін бір нүктеменен бөліскім келіп отыр. Осы бір нүкте, енді бұған ұқсайтын осындай нүктелермен алдымыздағы семинарымызды бөлісеміз. Бүгінгі айтпақ болған нүктем көре алмаушылық. Көре алмаушылық. Одан қалай құтыламыз? Оның түбін кішкентай ғана нүктелерменен көріп кетсек екен. Біріншіден, көре алмаушылық деген нәрсе бұл қызғаныш деген нәрсе емес. Екеуінің айырмасы бар. Психологтарымыз бөледі. Қызғаныш дегеніміз ол сізде бар нәрседен айырылып қалудан қорқу. Мысалы, махаббатыңыздан, бір көлігіңізден, затыңыздан, мансабыңыздан, дүниеңізден, әйтеуір бір нәрседен айырылып қалудан қорқу, бұл қызғаныш. Түсінікті, е? Ал көре алмаушылық деген сізде жоқ нәрсені біреуден көріп қалдыңыз. Сіз жете алмаған нәрсені көріп қалдыңыз. Соған енді әлгі бар, сіздегі жоқ нәрсе біреуде бар болса, сол бар нәрсені қысылып соған, ол стресстен шығады қайтадан. Соған қысыласыз. Ол жай қысылмайсыз, жамандық тілей бастайсыз. Мүмкін жай ғана тілеу емес, жамандық жасайсыз да. Құдай сақтасын. Бұл көре алмаушылық болады. Қалай құтыламыз? Қызғанышты асып кетсе, өте бұлдан науқас. Қызғаныш өте көтеріліп кетсе, бұл адамға психикасына қатты әсер етеді. Соның себебінен ол адам өте ауыр халге түсіп қалады. Оны емдейтін жолдар көп. Бірақ мен оны неғып отқан жоқпын, талқылайын деп. Менің талқыламақ нәрсем бұл көре алмаушылық. Жоғарыда айтқанымыздай, мұқият болыңыздар. Көре алмаушылық сізде жоқ нәрсені біреуден көріп, немесе сіз жете алмаған нәрсені біреуден көріп, соның кетуін қалау, немесе кетуіне әрекет жасау. Менде жоқ па, сенде де болмайды. Мен жете алмадым ба, сен де жете алмайсың. Мен жете алмадым ба, сен жетіп қойдың, енді сен содан айырылуың керексің. Деген сияқты сезім. Бұл көре алмаушылық. Көбінесе ғалымдарымыз, психолог ғалымдарымыз бұл нәрсенің барлығын себептерін айтады, бірақ мен жинап үш үлкен нүкте белгілеймін. Көре алмаушылықтың үш үлкен нүктесі бар. Мал жағынан, мал дүние, финанс. Екіншісі бұл табыс. Яғни табыс деген бір жетістіктер. Үшіншісі көрініс пенен сыртқы дүние. Осы үш нүктеге көре алмаушылық байланады. Мысал айтайық, сізде мал жоқ, бір адам аямай жаратып жүр. Сізде жоқ еді, анада бар, пайда болды. Оны шайтан салды сізге. Немесе сіз бір жерді бере алмадыңыз, қаражатыңыз жетпей қалды, анау адам берді. Яғни финансовый жағдайлар көре алмаушылық алып келеді. Бұл көп адамда бар нәрсе. Бар нәрсе. Оны емдеуіміз керек. Оны дін қалай емдейді, психология қалай емдейді, тоқталам мен еміне. Бірақ мысалын түсіндіріп алғым келіп отыр. Мал дүние деген. Енді қараңыз, осы мал дүние мәселесіндегі тағы бір нәрсе, кейбір адамдарда сондай нәрсе бар, әсіресе бай адамдарды өзінде жоқ болса, ол ұрлап тапты, қанап тапты, алдап тапты деген сезім арқылы байды жек көре бастайды. Жағдайы төмен адам. Бұл көре алмаушылық. Бұл емделу керек. Пайғамбарымыз бұны қайтарған, шариғатымыз бұны дұрыс емес деген. Оны қалай емдейміз, тоқталамын. Екінші нүкте бұл табыс. Сіз мысалы көп адамдар өзіне, расында да бұл қазіргі психологтарымыз айтады, бизнес тренерлеріміз айтады,
адамдардың көпшілігі қазір алдына дұрыс мақсат қоя алмайды, сол үшін жете алмайды дейді. Бұл бір ақиқат өмірдің. Дұрыс мақсат қоя алмайды. Мысалы айтайық, өте өзі жете алмайтын, есебі жоқ, алдына мақсат қояды, оған ешқашан жете алмайды ол. Өйткені оны есептеген жоқ. Мақсат деген нақты болу керек. Яғни уақыт жағынан нақты, күш-қуат жұмсалу жағынан нақты, сіздің мүмкіндігіңіздің ішінде, және сіз оған қызығатын нәрсе болу керек. Мақсат деген сол. Ең негізгі бөліктер, негізі оны 8 бөлігі бар дейді, 7 бөлігі, біреу 4 бөлігі бар дейді. Қалай десеңіз де, осының ішінде айналып келеді. Осыған орай мақсат қойсаңыз, сіз жетесіз. Көп адамдар өзі жете алмайтын мақсат қояды. Немесе арман мен мақсатты шатастырып алады да, бір тұманды бір дүние қояды. Мен бірден миллиардер болам дейді. Немесе жұмысқа кіреді да, мен сол жерде біреу маған бір сөмке ақша алып кеп беріп тастау керек. $. Болды, мен сонымен міне мақсатым. Мысалы, ондай дұрыс емес нәрселер. Немесе бола қаламда, үйте қалам, бәрін оймен сызып тастайды. Есебі жоқ. Ол кісінің есептей алмады. Яғни, қалайса риск менеджмент деген бар. Бір жерде тәуекелшілдікті дұрыс қоя алмады. Сол тәуекелі ол кісінің қате болды. Өте қате болды тәуекелі. Осы бір нәрселерде ол кісі мақсаттан айырылды, жете алмады, жетістікке жетпеді. Көп адам осылай қылады. Бір жерден оқып алады, ол мамандықты мүмкін оқыды, оқымады, немесе барғаннан кейін коллективпен жұмыс істей алмады, парақорлықты көріп қалды, өзінен басқасын көріп қалды, оны жолынан айналып өте алмады, жүрегі көтере алмады, шығып кетті жұмыстан, жұмыссыз қалды, немесе басқа себептер. Мен мысалы өте абстрактты мысалдар айтып жатырмын. Міне осы себептерге ұқсайтын нәрсеменен жетістіктен айырылған адамда көре алмашылық пайда болады, жетістігі бар адамдарға. Бір адам жетістікке жетті, екінші адам жетістікке жете алмады. Біреуде көлік бар, біреуде келіншегі бар, әдемі сұлу, біреуде атағы бар, біреуде даңқы бар, біреуде бір нәрсеге жетті, біреу ақындығында жұрттың бәрі бағалап кетті. Мынау да ақын, бірақ бұны бағалай алмады, өзіндікін ұсына алмады. Былай айтқанда, оны продюсер керек еді, немесе маман адаммен сөйлесу керек, егер өзі істей алмаса. Басқа себептермен жетістіктен айырылды. Жетістік бар адамға жолыққаннан кейін оның жетістігінің кетуін тілейді, немесе соған қарсы жұмыс жасай бастайды. Үшінші үлкен нүкте бұл сыртқы көрініс. Мысалы айтайық, мен неге сұлу емеспін деген адамның ішіндегі түйсік пайда болады. Өзімде мен бір жерім семіз, мына жерімде тыртық бар, мұрным үлкен, көзім үлкен, өзім сарымын, мен қара болғым келеді, қарамын, ақ болғым келеді. Сыртқы көрініс. Киім, менде мынандай ақ киім бар, менде қызыл болу керек, менде мынандай материал жоқ, мынандай андай болу керек. Сыртқы көріністегі проблема. Екінші бір өзінде жоқ, бірақ аңсап жүрген нәрсені көрсе, көре алмаушылық пайда болады. Көп адамда. Соның себебінен әлгі адамның сол нәрсесінің кетуін қалай бастайды. Міне себептер. Бұл сізге не береді? Енді айтайыншы, осы сезім сізге не береді нақты? Осы сезім біріншіден сіздің менталды дамуыңызды бірден тоқтатады. Сіз ой қабілетіңіз тоқтайды, сол жерде ойлау тоқтайды, бітті. Сіз дамымайсыз. Екінші бір адамның сол нығметінің, Құдайдың берген нәрсесінің кетуін тілеу арқылы сіз өзіңіздің жолыңызды байлайсыз. Оны мен молда ретінде айтам. Немесе эзотерика мағынасында айтам. Сіз өзіңіздің жолыңызды байлайсыз. Көре алмадыңыз ба, бітті. Еш қашан жолыңыз болмайды, сіз кері кетесіз. Үшінші, психолог мамандардан сұрап алыңыз. Психологияда сіз өзіңіздің психикаңызға травма, яғни жара жеткізесіз. Ол жара бекер қалмайды. Ол міндетті түрде бір жеріңізді жұлады. Ол жара болады. Ол стресс. Стресстен ақыры апатияға апарады, депрессияға апарады, бүкіл аурулар пайда болады. Давление көтеріле ма, өзіңіз білмейтін сахар пайда болады, қан басқа ең сорақысы, кейбір ғалымдарымыз бұл жерде рак аурулары да осыдан шығады деп айтады. Көре алмаушылық. Сұмдығы, яғни ауру, науқас, екіншіден жолыңыздың болмауы, өмірдегі
жетістіктеріңіздің бәрі қисаюы. Осының бәрі осы бір көре алмаушылықтан шықты. Өте ауыр, бұдан қашу керек болған нәрсе. Түсінесіз ба? Мен осы сезім келді, енді бопты да, бола берсін, менде не бопты емес. Бұдан қашу керек, бұның зияны сұмдық. Мен сізге жеткізетін қазіргі бір кішкентай нүктелерін айттым. Қаншалықты небір ауру дерттер шығады. Эмоциялық сізде тормоз пайда болады. Жара пайда болады психикалық. Ол ертең соматикаға, сіздің денеңізге өтеді. Бүкіл өміріңіздегі жетістігіңізге, тіршілігіңізге әсер етеді. Бүкіл өміріңізді 100%-ға өзгертіп тастайды. Бұл қазіргі жай ғана нәрсе. Ал дінде шариғатымыз айтады. Көре алмаушылық бұл адам өлтіру, зинақорлық, ұрлық жасап кісінің ақысын жеу сияқты үлкен тәубе қылу міндет болған күнәлардың біреуі. Хасад дегеніміз кабира күнәлар, үлкен күнәлар. Оны атап, мойындап, тәубе қылдым, бұған қайтып келмеймін деп атап тұрып кешірім сұрамасаңыз, Құдайдан кешірмейтін күнә. Жай ғана таспайта салып, немесе қолыңыз көріп, я Аллах менің барлық күнәларымды кешір дегенде кешірілетін күнә емес ол. Атауыңыз керек. Мен осы жерде осындай көре алмаушылық жасадым. Мойындаңыз. Көре алмаушылық жасадым. Соған өкінемін. Дұрыс емес екенін түсіндім. Аллахым осыдан мені қайтар деп айтсаңыз, күнәңіз кешіріледі. Болмаса, сіздің оқыған намазыңыз, тұтқан оразаңыз, берген садақаңыздың барлығын іледі. Барлығын қисайтады бұл нәрсе. Өте ауыр нәрсе. Қараңыз, дүниеңізді де құрттыңыз, ақыретіңізді де құрттыңыз. Өте көрсең сол сезім жүрегіңізге келді ма? Біреудің нығметінің кетуін тілеп қалдыңыз ба? Қашыңыз одан. Қашыңыз. Бұның зияндығы мына дүниеде де бар, арғы дүниеде бар. Денсаулығыңызда құрайды, жанұяңызда құрайды, тіршілігіңізде құрайды. Дүние ақыретіңізде, жиған намазыңызда, оразаңызда құрайды. Бұл өте ауыр оба. Енді екінші осы нүктеден кейін еміне оралайық. Емінің ең алғашқы қадамын мен айтып кеттім. Кешірім сұрау. Алладан кешірім сұрау. Құрметті жақсылар, Алладан кешірім сұрау керек. Атап тұрып, мен осындай жасадым. Және бұған қайтып оралмаймын, және сен маған жәрдем бер оралмауыма деп өзіңізбен мойындау керек бірінші. Түсініп мойындау керек. Және Алладан жәрдем сұрау керек. Екінші, ақылшы іздеңіз. Ақылшы адамды іздеңіз. Мүмкін молда болады, мүмкін психолог болады, мүмкін жай ғана мамаңыз, әкеңіз, ағаңыз, ініңіз, мейірбан бір сізге ақыл айта алатын адам міндетті түрде керек. Сол жүрегіңізде тез баратын нәрсені айтып шығарып тастаңыз. Ол сізге ақыл айтсын. Ой, не бопты, онда көлік болса, сенде Жигули бар екен, онда керемет джип бар. Бірақ ол джипті алу үшін мүмкін бір жерге қарызға кіріп кетті. Ол джибінен құтыла алмай жүрген шығар. Сен көлігіңде ешқандай қарызың жоқ қой, шүкір Аллаға. Мүмкін сенің Жигулиің жүріп тұр, оның джипі гаражында бұзылып тұр. Оның әрбір запчасты дегенің, оның алатын бір темірінің өзі пәлен мың тұрады, бұзылып қалуын тілеп қорқып жүреді. Бензин құйғанда Құдай-ау шырылдап тұрып, жанқалтасынан шығарып береді. Сенікі рахат қой. 5 литр, 6 литр бензинін құйдың, зыр етіп бара қалдың. Оның жеткен жеріне де сен де жетесің. Не бол, темірдің сыртқы көрінісі не қылады дейсің деген сияқты ақыл айтар. Түсінесіз ба? Бұл дүниедегі мына сыртқы көріністің барлығы, мына жылтырақ киім, дүние, мансап, атақ, бұның барлығы ше, өлім деген нәрсе келген кезінде жоқ болып кетеді ғой. Алланың құзырында әшейін шыбынның қанатындай да емес қой. Құран-ы Кәримде айтады. Мына дүние мансап, мына дүниедегі қызыл жасыл барлық кереметтер Алланың құзырында, Алла тағала айтады, Алланың құзырында
егер шыбынның қанатындай салмаққа еге болғанда еді, Алла тағала кәпір адамға, Құдайды танымайтын адамға бір құлтым, бір тамшы жұтым су бермейтін еді дейді. Дүние түгіл. Бірақ өзіңіз білесіз, дүниені бәріне шашып тастады. Құдайды танымайтын небір кәпірлер сұмдық дүниеде батып жатыр. Бұл Алланың құзырында шыбынның қанатындай да қадірге еге емес. Соған бола өміріңді, денсаулығыңды, ақыретіңді тігіп көре алмаушылық сезімге бату дұрыс емес нәрсе. Бұл бір мысал. Екінші нәрсе, осы біріншісі Алладан кешірім сұрау, ұмытпаңыз. Екіншісі ақылшы, насихатшы адам табу. Үшіншісі тағдырға сену. Тағдырға сене білу. Түсінесіз ба? Алла тағала әрбір адамға өзіне лайықты нәрсе берді. Мен оны жаман жағын түсінбеңіз. Көп адам ойлайды, менің тағдырым осы екен, мен бейшарамын, Құдай ұрып қойған адамын. Жоқ, кешіріңіз, олай емес. Тағдыр дегені сіз неге лайықтысыз? Сіздің бүкіл мүмкіншілігіңізді беріп қойды, бірақ сіз пайдаланмай жүрген шығарсыз. Сіз өзіңіздің орныңызды таба алмай жүрген шығарсыз. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалған. Сіз кетігіңізді таба алмай жүрсіз. Оны табуға ізденсеңіз табасыз, немесе маман адамға барыңыз, тауып береді сізге. Оны табуға мүмкін бір сіздер жазсаңыздар бір арнайы семинар өткізерміз. Қалай мүмкіншілікті іздеп тауып аламыз, қалай мүмкіншілікті қолдан жібермей пайдаланып қаламыз деген семинар өткізерміз. Бірақ менің талдап отқан нүктемнен айырылмайық. Күншілдік, көре алмаушылық деген дерттің емін айтып жатырмыз. Тағы бір емі жақсы нәрселерді еске түсіру. Сіз өзіңіз істеген жақсылықтарыңыз, жақсы амалдарыңызды ойлау, сөйтіп өзіңізге рахмет айту. Рахмет айтыңыз. Альхамдулилля, Құдайға шүкір, сен соған жарадың, мына кісіге жәрдем бердің. Өзің соны істедің ғой, Құдай үшін істедің сен оны. Бұл сенің сырың болсын. Сыр қылыңыз, оны біреуге айтпаңыз жақсылығыңыз. Өзіңізге айтыңыз. Сөйтіп өзіңізді мақтай біліңіз. Ол мақтаудың пайдасы психологтарымыз айтады. Ішіңге сырғып атқан жоқсыз, өзіңізбен отырсыз. Мақтау сіз өзіңізге, былай айтқанда, сыйлық сыйлаудың бір түрі. Сыйлық сыйлау дегеніміз жақсылықта сізге тұрақтылық береді. Және өз-өзіңізге деген сенім береді. Тағы бір нәрсе, адам өз-өзін, самокритика деп айтамыз, өз-өзін кей бастайды. Ол дұрыс нәрсе, оны дұрыс пайдалана білсек, оны бір күні талдармыз. Бірақ соның орнына сіз осы күншілдік кезінде, яғни мынандай нәрсе сенде жоқ, онда бар, сенде жоқ, онда бар деген сезім келді ма, оның сіз өзіңіздегі бар нәрсені айта бастаңыз. Сенде не бар? Айнаға қараңыз да айтыңыз, пәленше, сенде не бар? Айтыңыз. Менде не бар? Ойланайықшы. Менде екі көз бар, екі құлақ бар. Онда да бар шығар, бірақ менікі бөлек. Менде өзімнің өмірім бар. Мен осындаймын. Айтыңыз, жақсы нәрселерді. Құдайдың берген нығметі сізде жоқ деп ойламаймын мен. Барлық адамға Алла тағала беріп қойған тағдыр концепциясы деген нәрсені біз семинарда талқылап өтеміз. Дін мәселесінде тағдырды өте керемет түсіндірді. Оның діни бағыты керемет шығар, біз психологиядағы сіздің өміріңізге тікелей әсерлерін өтеміз. Қалып кетпеңіз. Тағдырдың пайдалары өте көп. Мен бір нәрсесін айтып кетейінші, осы біздің тақырыпқа жеңілдігін. Алла тағала барлық адамға өзіне керегін берді. Оны қалай түсінеміз? Сізге Алла тағала керегін берді деген сөз. Сіз Алла үшін құндысыз. Алла үшін құндысыз. Егер сіз құнды болмасаңыз, бұл өмірге сізді алып келмес еді. Және сізді күтіп, осындай Рамазан айында ораза тұтқызбас еді. Намазыңызды сізге нәсіп етіп, маңдайыңыз сәждеге қойдырмас еді. Садақа бергізбес еді. Құдайды Алла тағала өз-өзін танытпас еді сізге. Білесіз ба? Мен деген Қарун бай өтті, Құдайды танымай өтті. Байлығы сонша дейді. Оның байлығын бір бөлмелерге салып, үлкен қамбаларға салып, кілттеп тастайды екен. Соның кілті 4 есекке жүк дейді. Кілтінің өзі. Бірақ Құдайды танымады. Мен деген дастан батыр өтті. Бірақ
қандай батыр болса да, немесе Гелиос деген, Жалинус деп айтады арабтар, мен деген мықты батыр өтті, Жалут деп айтады. Құранда келеді. Екі қылышты ұстаған кезінде, екі қылышты сермеген кезінде садақтың оғының бірі де өтпейді екен денесіне. Алдына шығып қылыштасқан адам тізе бүгіп құлай береді екен. Өкпесі жоқ адамдай сермейді, тоқтамай сермейді екен. Ойлаңыз, сол да кәпір болып өтті дүниеден. Намруд деген патша өтті, 4 дүниенің барлығын егеледі деп айтады. Бірақ кәпір болып өтті. Бірақ Алла тағала сол патшаға бермеген, алдына салған батырға бермеген, Ібліс сияқты құлшылықтың түбіне жеткен адамға бермеген иманды сізге берді. Тағдырдың концепциясы соны береді. Яғни өміріңіздегі сіз кім екендігіңізді түсінуді түсіндіреді. Соны біле білу керекпіз. Тағы бір нүкте, ендеше алдыңыздағы кішкентай қуаныштарды көре біліңіз. Бұл ем болады. Көре алмаушылықтың, күншілдіктің емі. Кішкентай қуанышты айта біліңіз. Кешке жақын тым болмағанда өзіңізбен отырып, Құдайға шүкір, мен намазымды түгендеп алдым бүгін. Немесе бір намазымды оқыдым. Мүмкін бір намазымды оқи алмай жүрген шығармын. Шүкір Аллаға, бір қандай да бір жетістік. Альхамдулилля, тамақ іштім, соны тамаққа әжетханаға апарып тастадым. Оның өзі қандай нәрсе, оған жете алмаған қанша адам бар. Альхамдулилля, тыныс алып, тыныс шығарып жатырмын. Альхамдулилля, бір күнім бітіп, бір күнім басталып жатыр. Сіздің жетістігіңіздің әрбірін қуана біліңіз. Альхамдулилля, жаз келді, күз келді, қыс келді. Мен соны көрдім, жеттім мен соған. Бұның барлығы кішкентай болса да қуаныш. Соны белгілей біліңіз. Екіншіден, тағы бір нүкте, осының емінің біреуі. Оны көп психологтар айтады. Өзіңді ғана өзіңмен салыстыр, өзгемен салыстырма. Өйткені сіз әр қайсыңыз Алла тағала бір бармағыңыздың ізін екінші бір адамға ұқсатпай жаратқан. Ендеше сіз бөлек жансыз. Оны өзіңізді біреумен салыстыру мүмкін емес нәрсе. Өйткені сіздің жан дүниеңіз бөлек. Ойлауыңыз, көргеніңіз, білгеніңіз бөлек жансыз. Ендеше ол бөлек адам. Оның көретіні бөлек. Халық сол үшін айтады, байлар да жылайды дейді. Кедейлер де күледі деген сияқты. Сол сияқты айтқым келгені, олардың да қиналатын, қысылатын дүниесі бар. Сіздегі нәрсе онда жоқ. Ондағы нәрсе сізде болмағандай. Тағы бір нүкте, бұл жоғарыда айтқанымыздай күншілдіктің зияндығын ұмытпаңыз. Денсаулық, дүниеңіз, тіршілік жетістігіңіз, ақыретіңіздің бәрі күйіп кетеді. Оның зиянын ұмытпаңыз. Тағы бір нәрсе кешірім. Кешірім деген нүктені өтеміз. Психологтар өте көп өтеді бұны. Оның пайдасы өте көп. Алладан кешіріңіз, өзіңізді кешіріңіз, оны кешіре біліңіз. Кешіре біліңіз. Бұл үлкен қадам болады. Тағы бір нәрсе, бұл бір үлкен нәрсенің нүктесі, бұл алға кішкентай болса да мақсат қойып, өзіңіздің құндылықтарыңызды біліп алыңыз. Арманыңызды біліп алыңыз. Сізге не қымбат? Қарапайым бір қағаз алыңыз да қолыңызға. Сөйтіп бір кішкентай қағаз алып, сол қағазға жазыңыз. Біріншіден, жаңағыдегі маған не жақсы көресің? Мен балмұздақ жақсы көремін. Мысалы, мынандай суды жақсы көремін, мынандай нанды жақсы көремін, мынандай киімді жақсы көремін, мынандай жақсы көретін затыңыз бітеді. Мүмкін қасиеттер пайда болады. Мен шыншылдықты жақсы көремін, мен адалдықты жақсы көремін, оны да жазыңыз. Мен қандай адамды жақсы көремін, мен бойы ұзынды жақсы көремін, бойы қысқаны жақсы көремін, соны да жазыңыз. Қандай досты, қандай кімді, адамдарды жақсы көре бастаңыз. Мен пәленшені жақсы көремін, түгеншені сыйлаймын, пәленшені құрметтеймін. Жазыңыз, бәрін жазыңыз. Соның ішінде сіз өміріңізге бағыт табасыз. Ойлаңыз, сіз жақсы көретін нәрсе өте көп. Және сол нәрсенің барларын белгілеп шығыңыз. Өте көп екенін білесіз. Ал енді жете алмай жатқан нәрсеңізді мақсат кітабына қарай ауыстырып, мақсат қоя бастайсыз.
ойласаңыз, осының барлығы ем. Құрметті жақсылар, қорытып айтамын, күншілдік, біреуді көре алмаушылық бұл қызғаныш емес. Қызғаныш дегеніміз жоғарыда айтқанымдай, сізде бар нәрседен айырылып қалудан қорқу бұл қызғаныш. Сізде бар. Енді мен содан айырылып қаламау деп қорқсаңыз, бұл қызғаныш. Оның емі де бар, оның басқасы, бұл басқа тақырып өтеміз. Ал енді күншілдік дегеніміз сізде жоқ. Өзге де бар. Сол барды көріп қалып, соған қысылу, стресс алу, бұл күншілдік. Алғашқы қадам. Соған стресс берді ма сізге? Сол стресстен шығатын жолды айтып жатырмын. Міне, стресс проблема емес дегеннің мақсаты осы. Өмірдегі сізге стресс беретін нәрсені дұрыс бағытқа қою, оның пайда зиянын көру, одан емін білу. Міне, менің қозғамақ тақырыбым осы. Сондықтан сіздерді семинарға шақырамын. Жақсылар, 28, 29, 30 мамырда стресс проблема емес деген тақырыпта семинар өтеді. Келіңіздер. Керек адамдарды шақырыңыздар. Бар жоқ 5-ақ мың теңге. 5 мың теңге қайда кетпей жатыр. 3 күн отырасыз. 2 күн бойы сұрақ қоясыз. Сол 2 күнде қойылған сұрақтың әдемілерін мен 3-ші күні отырып сіздерге жауап беремін. Одан бөлек сол семинар 1 апта парақшада тұрады, сақталып. Қайта-қайта 1 апта ести аласыз. Туғандарыңыз, жақындарыңызбен естіңіз, бірақ көшіруге болмайды. Оны тарқатуға болмайды. Ол авторлық семинар болғасын, авторлық құқыққа зиян келмесін. Ертең қияметте де оның жауабы бар. Ұрлығы дүние сізді жақсылыққа алып келмейді ғой. Жақсылыққа пайдаланыңыз. Семинарда өткен дүниеңізді өзіңізге пайдалансаңыз, өзгеге айтып жүрсеңіз, сізге рұқсат. Сол үшін айтатыным, ойлаңшы, 5 мың теңгеге бір өзіңіз сатып алып, бүкіл жанұяңызбен отырып тыңдай аласыз. Ал енді басқа семинарға тек бір өзіңізге билет алар едіңіз ғой. Ал бұл жолы телефон, теледидар қолыңызда, сатып аласыз да қосасыз, бүкіл жанұямен көре аласыз. Қандай керемет сізге мүмкіндік. Біз сіздің қызметіңіздеміз. Тағы бір нәрсе, құрметті жақсылар, бір мотивация айтқым келеді. Бірақ сол мотивацияға бермей тұрып, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейік. Кішкентай сұрақтарыңыз бітсе, сосын бір нүкте қойып кетермін. Уайым мен ашудан қалай арылуға болады дейді. Екеуі екі түрлі дүние. Уайым неден шығатынын түбін түсініп алыңыз. Біріншіден, уайым ол қорқыныштан шығады. Неден қорқасын? Соны жазсаңыз да болады. Бүкіл жазыңыз. Қорқыныштың бәрін жазсаңыз, көз алдыңызға келеді. Көз алдыңызға келіп көргеннен кейін одан қорқпай бастайсыз. Білгеннің өзі көп, білім адамды қорқытпайды. Өйткені білім нұр. Ал енді бір жақ қараңғы, ол қорқыныш. Алдыңыз қараңғы болған екен, қолыңызға нұр алып соған қарай түсірсеңіз, неден қорқам деп жазсаңыз, сол бүкіл қорқынышыңыз жазыңыз. 110, 200 мың қорқынышыңыз бар шығар. Жазыңыз. Содан кейін көре салысыменен көп қорқынышыңыз сейіліп кетеді, өйткені нұр түсті оған. Содан мүмкін уайымыңыз сейіледі, өйткені көргеннен кейін уайымнан шығатын жол пайда болады. 2 қадам айтам уайымнан құтылатын. Біріншісі, неден қорқам деп жазыңыз. Жазып бітіргеннен кейін, бүкіл бәрін шығарып бітіргесін, сол қорқынышымнан не істесем құтылам дегіңіз. 2-ші сұрақ болды. Оны сіз өзіңіз білесіз жауабын. Ал енді бұл ең қарапайым нүктелер. Ашудан қалай құтылам десеңіз, оның да жолдарын айтармыз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолын айтқым келетіні, ашулансаңыз дәрет алыңыз. Ашу бұл от шайтаннан. Ал шайтан оттан жаратылған. Отты не өшіреді? Су өшіреді. Дәрет алсаңыз, үлкен жақсылық жасайсыз өзіңізге, ашуыңыз басылады. Пайғамбарымыз айтқан, отырсаң тұр, тұрсаң жүр, жүрсең жат дейді. Яғни кейпіңізді өзгертіңіз. Ашу тарқайды. Осы бір
шешімдер сізге пайда береді деген ойымда. Тағы бір сұрағыңызға жауап берейік, сосын уақытымыз тақалған екен, бір мотивация айтайық. Сол мотивацияменен иншалла тағы да бір жолғарымыз. Ұстаз, Құран жаттаудың тәсілдерін айтсаңыз дейді. Құрметті жақсылар, Құран сіз бен біздің екі дүниеміздің бақыты шапағатшысы. Оны жаттаудың әдістері бар. Бірінші әдіс ұстаз міндетті түрде керек. Ұстазсыз жеке өзіңіз жаттамаңыз. Өйткені біріншіден Құранның сіз білмеген ой-шұқыры көп. Оның тәжвид білімі бар, дұрыс айта білу керек. 17 түрлі жерден әріп шығады, 28 әріп. Және сол 28 әріптің 17 қасиеті бар. Әріптің қасиеті деген ол сипаты. Әр әріп сипатталады. Қатаң, жіңішке, ұяң, үнді деген сияқты сипаттарға еге болады. Соларды ажыратып алмай, сіз Құранды дұрыс айта алмайсыз. Екіншіден, айтып үйрене бастағаннан кейін енді жаттағанда да өзім жаттап жатырмын дұрыс екен деп ойламаңыз. Мүмкін сіз бір әріпті тастап кетіп жатсыз, бір сөзді дұрыс емес айтып кетіп жатсыз. Оны сырттан ғана көрген адам біледі. Әсіресе маман адам тез біледі. Сол үшін бірінші үлкен нүкте ұстаз. Екінші, сізге өте керек нәрсе, бұл Құран жаттаудың себеп болатын нәрсесі, Құранның сізге қасиеттерін жазып қойыңыз, алып келетін. Осы дүниеде шапағатшысы, басқасы, бұл сізге мотивация беріп отырады. Сонда осы екі үлкен нүктеменен иншалла жаттап шығасыз. Тағы да жәрдем беретін нәрселер. Құран бұл өзге тіл. Сіз бен бізге араб тілі, өзге тіл. Ендеше өзге тіл жүрегіңізге кіріп отырып, оңай миыңызға қону үшін не істеу керек? Тіл жүрекке отырады. Дұрыс па? Ал жүректің қақпаларын реттеу керек болып тұр. Жүректің қақпалары ол ауыз, екі көз, екі құлақ жаттауға керек болған. Ендеше Құран жаттағанда дауыстап айту, құлағыңыз есту керек. Екіншіден, өзіңіздің даусыңыз айту сияқты. Екіншіден, Құранды өзге жақсы оқитын адамдардан жай есту. Үшіншісі, одан кейінгі көзді үйрету, яғни көп қарау Құранға, көп қарай беру. Оқыған бетіңді тым болмаса көзбен қарай беру, әріптерді жатырқамауды үйренесіз. Үшінші нүкте ауыз, айта беру. Бекер жүрсеңіз де бір әріптерді өзінің шығатын жерлері бар. Мысалы, араб тілінің өзінде фә деген әріп бар, тілдің ұшымен айтылады. Син бар, қарапайым айтылады. Сад бар, ауыз толтырып айтылады. Үш түрлісі болды ма? З дегеннің өзі төртеу болып келеді. Т дегеннің өзі екі түрлі болып келеді. Осының барлығын бір-бірінен ажыратып айту Құранда жүрген адамға пайдалы. Сол үшін жүрген кезінде сөйлеп жүріңіз сол тілде. Міне осы бір нүктелерді қолдансаңыз, Құран жаттау сізге жеңіл болмақ. Құрметті жақсылар, сөз соңында айтатыным. Адам бұл өмірге, мұқият тыңдаңыздаршы, бұл өмірде кезекпен тұрған сияқты, өлім үшін. Байқайсыз ба? Ыстық жан бар жерде ажал бар. Бәріміз келдік өмірге, бәріміз кетеміз. Ендеше сіз бен біз барлығымыз бір кезекте тұрмыз. Осы өмірде кезекте тұрмыз. Ең қызық жері, сіз кезегіңіз қаншыншы екенін, қай жерде тұрғаныңызды білмейсіз. Екіншіден, сіздің алдыңызда кім тұрғанын білмейсіз. Үшіншіден, сіз кезегіңізді алмастыра алмайсыз. Яғни біреуге сен тұра салшы, или сенің орныңа мен тұра салайыншы деп кезегіңізді алмастыра да алмайсыз. Ең одан да қызық жері, бұл өмірдегі кезекте сіз кезектен шығып кете де алмайсыз. Маған бұл кезек керек жоқ енді деп, мен шыға тұрайшы деп, кезектен де шықпайсыз. Рас қой, мойындайсыз. Ал енді сізге бір нүкте. Осы кезектен шыға алмасаңыз, оны өзгерте алмасаңыз, бәрібір кезегіңіз келе жатса, не істеу керек айтыңызшы? Не істейсіз? Мен сізге айтайын. Біріншіден, барлық жақсылықтарды белгіле. Барлық жақсылықтарды белгіле. Екіншіден, өзіңе маңызды
деген нүктелерді жазып белгілеп қой. Бұл өмір өтіп кетеді өйткені. Үшіншіден, өзіңнің уақытыңның қадірін біл. Уақыт бұл маңызды дүние. Уақытыңның қадірін біл. Төртіншіден, осы бүкіл әлемге жүрегіңнің, жан дүниеңнің қымбат, әдемі жақтарын көрсете біл. Төртінші, одан кейінгі нүктем, өзгелердің құнын біл, бағалай біл. Жаныңдағы жақындарды, әкеңнің, анаңның, ағаңның, ініңнің, әпкеңнің, сіңлі қарындасыңның, жақындарыңның қадірін біл. Бағалай біл. Өзіңнің қадіріңді біл. Қадірле. Алла тағала сені бұл өмірге алып келді ма? Саған деген бір қандай да бар мақсаты бар онда. Қадірлей біл. Сонан соң, құрметті жақсылар, кішкентай нәрселерді үлкейт. Өсір. Жұртқа қуаныш сыйла, және өзің қуана біл. Жұртты жақсы көр, және сол махаббатыңмен жұртқа бөліс. Тағы бір үлкен нүкте, құрметті жақсылар, орыс тілінде айтады ғой, создавай изменения деп. Яғни өзгерістер ұсын жұртқа. Жұртқа, бүкіл әлемге, өзіңе де өзгерістер ұсын. Өте керемет өзгерістер. Және жинап алғанда өмір сүрсеңші. Кәдімгі өмір сүріңіз. Бұл өмір өзен. Өзенмен ақпау керек. Өзенде әшейін томар сияқты жатпау керек. Ағыңыз, арындаңыз. Өзенге қарсы жүзіңіз. Бірақ сіз жүздіңіз. Сіз өмір сүрдіңіз деген сөз. Ал енді құр әшейін ағу, бұл сіз үшін емес. Құрметті жақсылар, нүктем соңғы айтатыным 28, 29, 30, 3 күн семинар болмақ. Семинардан құр қалмаңыз. Стресс проблема емес деген семинар. Нені зерттейміз? Бүкіл стрессті зерттейміз. Шама жеткенше 3-ақ күн, 3-ақ сағат. Ол тақырып өте үлкен бір кітап болып дайындалады, иншалла. Бірақ сол 3 сағаттың ішінде бүкіл стресс алып келетін нәрселерді түбін түстей алып, олардың апаратын жерін көріп, олардан шығатын есікті көріп, сол жердің бәрін көріп, өмірімізге қолданбалы құралдар алып кетсек деген ниетім бар. Құрметті жақсылар, қапы қалмаңыз. Онлайн семинар. Үйіңізде отырып, шай ішіп отырып та көресіз, бала-шағамен де отырып көресіз. Және ең керемет дүние бұл семинарда. Бір адамға билет алу арқылы бала-шағаңызбен көре аласыз. Барлық адам пайдаланады. Ойлаймын, бұл семинар жай ғана 5000 теңге. 5000 теңге қайда кетпей жатыр. Бекерге шашликке де отырып атсыз. Бекерге бір адамдар бір құмар ойынға да жұмсап жатыр. Ал сіз ол өмірде стресс алып келетін нәрседен зерттеп біліп алып, алдыңыздағы стресспен қалай дұрыс бағытқа қолдану әдістерін үйреніп кетпексіз. Бұл білім ешқандай да діни уағыз емес. Осы білімменен сізбен бөліскім келеді. Алдағы үлкен әлемдегі алға тартқан психотерапевттер, алға тартқан үлкен психологтардың барлық осы ислам әлеміндегі Құран, пайғамбардың хадисінен алынған үлкен нүктелерді ала отырып, сізге тұжырымдап беру ғана. Ойлаңызшы, жүрегімдегі жақсылықпен сізге бөліспекпін. Қабыл алсаңыз, қонағым болып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Бірге отырып, сол бір күндерде жолыққанша дегім келеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.